Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін сіздерге 2017 жылға «Собачья жизнь» атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Бұл кішкентай күшік енді дүниеге келсе де өзіне әртүрлі философиялық сұрақтар қояды. Және де басты сұрақтардың бірі өмірдің мәні неде? Бірақ өкінішке орай бұл сұраққа жауап іздеп жүргенде ит аулаушылар оны ұйқыға жібереді. Бұл ит өлген соң қайта өмірге келеді. Бірақ бұл жолы ретривер болып шықты және өзінің алдыңғы өмірі толықтай есінде. Кішкентай күшік ит сатушыларда дүниеге келген соң олар күшікті сатуға дайындамақшы. Бірақ көп замай ол клеткадан қашып шығып көшеге қарай жүгіреді. Сол кезде ретриверді кезіктірген жігіттер оның асыл тұқымды екенін түсініп өздерімен алып кетеді. Екеуі тамақтанып алмақшы, ал күшік болса көлікте қалды. Далада күн өте ыстық болатын, ал терезелер болса жабық тұр. Көліктің ішінде температура көтерілгенде кішкентай күшік бұл өмірде алдыңғы өмірі секілді қысқа болатынына сенімді. Бір кезде күшіктің дауысын естіген Итан атты бала көліктің ішінде қиналып жатқан итті көреді. Итан тез арада анасы Элизабетті шақырып, терезені сындырған соң күшікті алып шығады. Бұл күшікті қатты ұнатқан Итан анасынан оны үйде қалдыруды өтінуде. Бірақ анасының айтуынша бұл сұраққа әкесі Джим жауап береді екен. Кешке әкесі жұмыстан келгенде Итан одан күшікті асырауды өтінеді. Итанның айтуынша ол барлық қамқорлықты өз қолына алмақшы. Әкесі болса анасымен сөйлесіп, соңында рұқсатын береді. Осыдан бастап Итанда жаңа дос пайда болады. Және оның есімі Бейли. Екеуі барлық бос уақыттарын бірге өткізуде және жас бала оны әртүрлі тәртіпке үйретпекші. Осылай Бейли атты ит Монгомери әулетінің жаңа мүшесі атанады. Итан өзінің отбасымен бірге фермада тұратын ата-әжелеріне бара жатыр. Жолдағы тезектің, көлдің және малдың иістері Бейлиге өте қатты ұнайды екен. Өзін еркін сезінген Бейли ойына келгенін істеп, Итанмен бірге жаңа әдіс ойлап тауыпты. Итан жарылған допты аспанға лақтырып, өзі еңкейіп тұра қалады. Осы кезде Бейли оның артынан секіріп, допты ұстап алады екен. Көп замай мектеп уақыты да келіп жетті. Итан жарты күнін мектепте өткізуде, ал ата-анасы болса жұмыста. Жалғыз іші пысқан Бейли енді үйдегі мысыққа ит болуды үйретпекші. Оның артынан қуған Бейли Джимнің бөлмесін шашып тастаған екен. Сол кезде мектептен келген Итан үйдегі жағдайды көріп, әкесінен ұрыс еститінін түсінеді. Ол тез арада әкесінің бөлмесін жинауда, бірақ Джим бұл жолы жұмыстан ерте келеді. Ашу үстінде әкесі бөлмені тезірек жинауды ескертеді, өйткені кешке қарай үйге бастықтары қонаққа келеді екен. Бөлмені жинап біткен соң әкесі өзінің сирек кездесетін тиындары бар қорапшаны алып шығады. Бұл тиындарды ол бастығына көрсетпекші екен. Итан байқаусызда ең қымбат тұратын тиынды жерге түсіріп алғанда Бейли оны тамақ екен деп жұтып қояды. Осы кезде үйге қонақтар да келеді. Кешкі ас кезінде қонақтар қымбат тұратын тиындар жайлы талқылауда. Итан тез арада Бейлиден тиынды шығарып алмақшы. Әртүрлі әдістерді көрген соң Бейли тиынды шөптің арасына барып дәретімен шығарып береді. Итан үйге кірген сәтте әкесі бастығына коллекцияны көрсетпекші. Не істерін білмеген Итан уақытты созу үшін үйде тышқан бар дейді. Сол сәтте бастықтың әйелі қорыққаннан орындыққа секіріп шығады. Бейли бұны ойын көріп жүр, ал Итан болса білдіртпей тиынды орнына қоюда. Бәрі осымен біткен сияқты, бірақ Бейлидің кесірінен бастықтың әйелі үстелмен бірге құлайды. Осы жағдайдан кейін әкесі ішімдікке берілген екен. Арада біраз уақыт өтті. Итан жоғары мектепте оқып жүр және америкалық футболды жақсы ойнағандықтан жоғары колледждердің біріне грантқа түсуге үміттенуде. Бір күні Итан Бейлимен бірге жақын жердегі қалалық жәрмеңкеге барады. Сол жерде жас жігіт Бейлидің арқасында өзінің өмірлік махаббаты Ханна атты қызбен танысады. Ендігіден бастап үшеуі бос уақыттарын үнемі бірге өткізуде. Итан мен Ханна бір колледжге түсіп, алдағы уақытта бірге болуды жоспарлайды. Бірақ бір күні Итан үйге келсе, ата-анасы қатты ұрысып жатыр екен.
Әкесі анасына қол көтермекші, бірақ Итан анасын қорғап әкесіне бұл үйден кетуді бұйырады. Осыдан кейін колледжге грант ұтып алған Итан достармен бірге жеңістерін тойламақшы. Бірақ әкесі келген сәтте Итан достарынан ұялып Ханнамен бірге кетуді шешеді. Осы кезде Итанды үнемі көре алмайтын сыныптасы бәрінің көзінше оның әкесін мазақ қылып дәрежесін түсірмекші болады. Бірақ шыдамаған Итан оған көп ұзамай соққы жібереді. Сол түні сыныптасы оған кек қайтармақшы болып үйіне петарды лақтырса бола ма? Ойыннан от шығады дегендей үйдің іші өртке оранады. Енді олар терезе арқылы үйден қашып шықпақшы. Итан көрпешелерді орап бірінші кезекте анасын, сосын барып Бейлиді түсіреді. Соңында терезеден секірген Итан аяғын сындырып алады. Бейлидің арқасында полиция қызметкерлері қылмыскерді ұстайды, ал Итан болса колледж бен спортты ұмытуға мәжбүр. Фермаға көшіп келгеннен бері жас жігіт Бейлимен ойнайтын емес. Көп ұзамай ол Ханнамен қатынастарын үзеді. Өйткені оның ойынша Ханна өзінің қымбат уақытын фермада өткізуге міндетті емес. Бейли жаңадан дос таптым деп есекпен ойнап жүр, бірақ оның кім екенін түсінбейді. Кішкентай жылқы ма әлде үлкен ит па? Бірақ онымен ойнау Бейли үшін өте қызықты. Осыдан кейін Итан ауыл шаруашылығы колледжіне түскен соң Бейлиді фермада қалдырады. Уақыт өткен сайын Бейли қартайып өзін әлсіз сезінуде. Ветеринардың айтуынша бұл итке аз уақыт қалған екен. Атасы Итанға хабарласып жағдайды түсіндіреді. Көп ұзамай Бейли Итанның жасқа толы көздерін көріп досымен қоштасады. Бірақ келесі кезекте Бейлиді жаңа өмір күтіп тұр. Бұл жолы ол овчарка болып шықты. Күшік кезінен ол әскери көмекші болады және ендігіден бастап оның жаңа иесі Карлос атты полиция қызметкері. Карлос өзінің жаңа итін Элли деп атайды. Ол көптеген миссияларға атсалысып, есірткілер, қару-жарақтар табуға көмектесуде. Осыншама сәтті миссиялардан кейін бастықтары оларды жаңа дәрежеге көтереді. Бірақ Эллидің айтуынша оның иесі үнемі көңілсіз жүреді, өйткені Карлос өзінің әйелінен айырылған екен. Элли оның барынша көңілін көтермекші және бұл оның қолынан келеді. Біраз уақыттан соң екеуіне қауіпті миссия тапсырылады. Олар жоғалған қызды табулары керек. Элли айғақтарды иіскеу арқылы қыздың мостта екенін түсінеді. Қылмыскер қызды суға лақтырғанда онымен бірге Элли де секіреді. Ал Карлос болса жігіттің ізінен бармақшы. Қызды құтқарған Элли енді Карлосқа көмектесуге аттанады. Қылмыскер полицияны тұтқынға алғанда Элли келіп оны құтқарып үлгереді. Бірақ өкінішке орай ит ауыр жарақат алған екен және көп ұзамай Карлостың қолында қайтыс болады. Соңғы рет ол Карлостың жылап отырған бейнесін көріпті. Қайта тірілген Элли бұл жолы ерекше тұқымды корк болып шықты. Жаңадан иесі Майя оған Тино деген ат қойған екен. Тино үнемі иесінің қасында болғандықтан кейде оның ойларын түсіне бастайды. Бір күні Майя Эл атты жігітпен танысып, біраз уақыттан соң онымен бірге отау құруды шешеді. Көп ұзамай оларда 3 бала болады. Балалар күн сайын тек Тиномен ғана ойнауда, бірақ ол үшін бұл да бір қызық сәттердің бірі. Арада біраз уақыт өтті. Жасы келген Тино өмірінің соңғы уақыттарын өткізуде. Ол өзінің бұрынғы өмірлеріне анализ жасап, Майямен өткізген уақыт ең қызық сәттердің бірі екенін аңғарады. Осыдан кейін Тино Сен-Бернар тұқымында дүниеге келеді. Тиноны өзімен алған жас қыз оған Вафли атты есім қойыпты. Бірақ оның жігіті итті ішке кіргізуге мүлдем қарсы. Сондықтан жас қыз итті аулада асырауға мәжбүр. Осылай Вафля өзінің көп уақытын байлауда өткізеді. Бірнеше жылдан кейін оны қаланың сыртына апарып тастап кетеді. Вафля оларға қайтып оралмауды шешіп, айналаны зерттей бастайды. Парктың қасынан өтіп бара жатқанда өзіне таныс иісті сезеді. Сөйтсе ол жүкті әйел болып шықты. Оның иесі өте таныс, бірақ Вафля сонда да оның кім екенін түсінетін емес. Вафля жеке өзі саяхаттамақшы. Көп ұзамай ол бидай толы алаңға жеткенде мұрнына бұрынғы тезектің және малдардың иісі келеді. Тоқтамай жүгірген Вафля бір кезде бұрынғы досы есекке тап болады және сол жерден үлкейген Итанды кезіктіреді. Вафля Итанды жерге құлатып, оның бетін жалауда. Осыншама өмірден кейін алғашқы досын кезіктіргеніне өте қуанышты.
Итан оған тамақ беріп, ит асыраушыларға береді, бірақ көп замай оны қайта өзімен алып қайтады. Итан оған арнап Бадди деген есім қойған екен. Бадди оның бақытсыз екенін сезеді, өйткені Итан жалғыз тұратын болып шықты. Көп замай Бадди жүкті әйелмен кезіккен паркқа қарай аттанады. Бадди оның артынан еріп үйіне дейін барғанда, сол жерден үлкейген Ханнаны кезіктіреді. Ханна оның мойнынан иттің иесін көріп қатты таңғалады. Осыдан кейін ол итті өзі апарып беруді шешеді. Ұзақ уақыттан кейін Ханна мен Итан қайта жолығады. Олардың бұрынғы сезімдері әлі өше қоймаған екен және екеуі көп замай үйленуді шешеді. Осылай Итан өзін қайта бақытты сезінеді. Бадди өзінің бұрынғы досына шын мәнінде Бейли екенін түсіндірмекші. Сарайдан ол кішкентай кезде Итанмен ойнаған жарылған допты тауып алып, Итанға әкеліп береді. Итан онымен бірге ойнауда және допты лақтырған сәтте Бадди өзінің кішкентай кезіндегі әдісті қайталайды. Бұл ит шын мәнінде Бейли екенін түсінген Итан өз көзіне сенер емес. Осылай ең жақын достар арада ұзақ уақыт өткен соң қайта қосылады. Бейли барлық өмірлеріне ортақ қорытынды жасауда. Оның айтуынша, өмірдің мәні ол өткен шақты көңілге алмай және болашақтан қорықпай өмір сүру керек. Осымен біздің «Собачья жизнь» атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.